Аралап талай жүрдің дә мені татымай. Құс салып айдын көлде дабылы қақтымай. Айталмай гәкку өмірдай ешбір адам маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым ай. Гәкку 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 гигай гәкку гай гәкку гай гәкку гигай гәкку гигай гәкку 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 гай гәкку 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 гигай гәкку гай гәкку гай. Түрленіп 90 түрлі ән саламын, жай тастап құлашымды кең аламын. Гәкку гәгәгәй. Түскені де сен есіме ерке гәкку, құлпыртып осынау әнді толғанамын. Гәкку гәгәгәй. Ей гәкку гәй гәкку гәкку гигигай гәгәгәгәй гигигай гәкку гәй гәкку гәй гәкку гигигай гәкку гигигай гәкку 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 гәй гәкку 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 гигигай гәкку гәй гәкку гәй гәкку гигигай гәкку гигигай гәкку гигигай. Мәмбетәлі атамның жасын, соның даңқын берсін деп айтқым келеді. Бақ, дәулет ынтымаққа барады. Ынтымағы жарасқан отбасы болыңдар. Ата-аналарың сендердің қызықтарыңды ұзақ көрсін. Жағы түспей жаманды көрмесін екеуі. Мен өз бауырларымды тілегін тілеймін. Сол бүгін той басталды. Сері мен Күлшақардың бұрын бұлар да кішкентай ғана отау болып шыққан, қазір ата шаңырақ болып отыр. Алғашқы тойдарың басталды. Сол той өмір үзілмесін. Сол тойға біз келуден жалықпайық. Шаршасақ тойға шаршайық. Өкпелесек кигізген көйлектерің өкпелейік. Басқа өкпе жүрмесін. Төркінімізге одан басқа не тілейміз. Барлық жақсылық, аманшылық, саушылық осы той бәріне жұғысты болсын. Бастарыңыздан бақ кетпесін. Тәңірі қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ең. Ол кезімде балы мен аямасқа бекіп ең. Талақ етіп бұл ғаламды болды мәлім кеткенің, күнәсі жоқ жас адамды қатты соққан неткені. Елі жүреген жас емес пе, еппен айтсаң жұбатып, мен ғашыққа мас емес пе. Кетсең еді ұзатып, сен жаралы жолбарыс ең, мен киіктің лақ ем. Тірі қалдым өлмей әрең, қатты бат
ақты тарына. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Шортанбай дулатпенен бұқар жырау, өлеңі бірі жамау бірі құрау. Әттең дүние-ай, сөз таныр кісі болса, кемшілігі әр жерде көрінер-ау. Мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ. Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер, думан сауық ойда жоқ әуел бастақ. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жылқысымен, жайраңдасып жас күлер құрбысымен. Көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен құстар да сайда ду-ду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұлаңдап ағады шу. Жазға жақсы киінер қыз келіншек, жер жүзіне өң берер гүл бәйшешек. Қырда торғай сайраса сайда бұлбұл, тастақ үнін қосарыды байғыз көкек. Жаз жіберіп жан берген қара жерге, рахметіне Алланың көңіл сенер. Мал семірер, ақпенен ас көбейер, адамзаттың көңілі өсіп өнер. Әйелдер-ай, әйелдер-ай, қандайсың, әдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер-ай, әйейлар-ай, қандайсың. Әйелдер-ай, әйейлар-ай, қулар-ай, жанарлардың жауын алып тұрған-ай. Біле тұра бүйректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер-ай, әйейлар-ай, қулар-ай. Әйелдерді еркектерден көп дейді, ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді. Бұда Мұқағали. Өмір жалғасады. Сазға тағы оралды сарала қаз, сарша тамыз тағы да болама жаз. Күрік басар ақтауық күлгі аунаса, күнге қарап шақырар бала қораз. Сарша тамыз тағы да болама жаз. Тұтасқан бұлт айналып ығысқанда, күн күркірер батыстан шығыстанда. Әжемнің де баратын күні туар, алыстағы жат бауыр туысқанға. Іс салмады шіркіндер, суысқан ба? Шілде туып тағы да жаз бола ма? Аққу ұйықтап айдынға қаз қона ма? Қыз дауылға күніне 40 барып, желік пайда бола ма бозбалаға? Салқын жайлау, самал жел, саумал бұлақ, жатыр мекен көпіршіп таудан құлап. Биыл жазда тағы да көгереме, былтыр күзде қуарып қалған құрақ. Саруайым салудың не керегі, көгереді, бәрі де көгереді. Көп досымды жоғалттым осы қыста, келесі жаз білмеймін не береді.
сарала қаз оралды, сазға тағы, ақ тырналар аспанды боздатады, сұқсыр көкек тоғайдан сұңқылдаса, қайдағы мұңымды қоздатады. Қазір алыңыздар. Нағашымын дегенін бәрі алады енді. Қанат үлкен нағашысын, Азамат үлкен нағашысын қасына отырғызамыз, а? 5 ұл 5 қыз деп. Күлшақар жаңа құдағиларыңызды 5 ұл 5 қыз. Ұлдың үлкені Қаратай, қыздың үлкені жаңа Күлшақар. Сол кеше келіп, беташарға қатысып, бәрін басы қасында жүрген Қаныбек құдамыз бар. Сол екі құдаға бір сөз беріп жіберейік. Қареке өзіңіз бастайсыз. Басқа сөйлеп қойды ма? Söyleyip de koyduk balam. Жаулығын жауып, сондай бір әдемі, керемет, әсерлі болып өтті, ел көп жиналды. Сондай бір жақсы болып. Кейін оны жаңа видеодан көре жатасыздар ғой. Енді сөздің кезегі мынау 3 мушкетер дейміз ғой. Әреке, дұрыс па? Көздеріңіз бөлектеп отырыпты. Жаңағы, иә, 3 мушкетер деген екені түсінікті ғой? Иә, Алматыдан бастап сөйлейді деп ойлаймын енді Алматыдан келген. Иә, сөйлесін. Жолы бар, өздеріңіз білесіздер, әртүрлі дәстүрлі жаңағы қазақтың ырымдары бар деген сияқты. Соның біздер енді біреуін білсек, біреуін білмей жатуымыз мүмкін, білмегенімізді Құдай кешіреді, білгенімізді әйтеуір жоғасы келгенше атқаруға тырысамыз. Енді мынау құдаларыңыз менен қазір Құда қаласа бір пеле тәтті шай ішіп, содан кейін ағайын туғанның дастарханына барамыз. Ағайындардың дастарханына барамыз. Одан кейін сол жерден шыққаннан кейін тойға барамыз. Сол тойымыз бір керемет, әдемі, ойдағыдай болып өтсін деген тілекті қазір бәріміз айтып жатырмыз. Ылайым солай болсын. Енді бүгінгі осы үйдегі дастарханның жаңағы бір этаптан бір этапқа өтетін кездегі сөзін өздеріңіздің құдаларыңыз бен құдағиларыңызға бергім келіп отыр. Сөз Серіжан Күлшақарға. Мен бір отырар едік. Тойды ертеңге қалдырамыз ба? Сәрсенбіге қалдыру ғой, 2 күн құдалық, 3 күн той. Сөйтсек болады. Серінің өзі жаңа 30 күн ой, 40 күн той деп еді, әлі 5-ақ күн болып жүрген бізге. Büyümüş şifaga ortada kıymetli bozulmalar, gelirsen güzel inanmalar oladı. Al endi sizlarga o'zimiz жағымыздан bir жақтан tanıştırатын біздің Рахима әпкеміз қазір Рахима әпкеміз осы жақта құдаларымызды барлығын таныстырып өтеді қазір жақтар. Өткенде барғанда да таныстырған едім. Жолда ең соңғы маған жүк беріп отыр. Мынау енді Серіжан құдаларыңыздың, Күлшақар құдағиларыңыздың үйіне қош келдіңіздер. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, қадамдарыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын деген тілекпен мен таныстырып кеткім келеді. Мынау төрде сіздердің қастарыңызда отырған
Осы Талғаттың түп нағашысы Төлтай нағашымыз. Бәріңіз де білесіздер. Содан кейін өздеріңізге сол құдалыққа барған Талғаттың өзінің нағашылары отыр. Темірбек барғанда өздеріңіз көрдіңіздер. Одан кейінгі нағашысы Қаныбек арнайы Алматыдан ат арытып келіп отыр. Одан кейін Бауыржан да сол ат арытып Шымкенттен келіп отыр. Ол Талғаттың өз нағашылары. Содан кейінгі мынау Сержан құдаларыңыздың бажасы Мұқталы. Одан кейінгі отырған жаңағы Мұқталының да бәйбішесі отыр. Нәзипа кішкене тұрып қой. Күлшақар құдағиларыңыздың сіңлісі. Неке мына жақта екі келін отыр. Құдағи келіндер Оксана және Елизавета. Атасы Елизавета дейді, мен Елизавета деп айтып отырмын. Екі құдағи келіндер. Енді біз өзіміз әкеміз 4 ағайынды деп айтып өткенде. Сол 4 ағайындылардың ішінде ең үлкен ағасының баласының қызы тұрмысқа шығып, солар да бүгін тойы. Сондықтан ағайындар екіге бөлінді. Және сондай өздеріңіз білесіздер, қыз жаққа біздің әміріміз жүрмей, сол жақтың тойы сонымен екіге бөлініп отыр. Мұнда отырған қазір енді қарын жоқ қой мұнда, иә? Бар қарын. Мен әкелердің жолына қарай айтайын деп отырмын. Біздің әкемізден үлкені. Одан үлкенінің қызы жаңа ұзатып жүреді, сол жақта басқалар келе жатыр, Карым. Бауыржан деген сіздердің күйеу балдарыңыз еді, өткенде құда болып барып төрде отырып қайтты, соның інісі. Ең кішкентайынан үлкені Карымдар дейтін Бауыржан. Енді әкеміздің інісі, сол інісінің ең үлкен баласы Ахметжан. Одан кейінгі отырған жаңағы өзімізге қызмет етіп отырған Ерікбай деген бауырымыз осында. Одан кейінгі Исақтың үйіндегі келініміз. Аты өлмес. Аты өлмес. Исекенің директор екен. Одан кейінгі отырған Айнұр деген құдашаларыңыз, бұл Талғаттың өзінің туған әпкесі. Мен Сержанға қандай әпке болсам, бұл Талғат күйеу балдарыңызға сондай әпке. Одан кейінгі отырған Сері мен Күлшақарды білесіздер. Енді мына жағынан бастасақ, бұл жағынан Ұлтай құдағи, барғанда өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Ұлтай құдағи, бұл да сол Шымкенттен ат терлетіп келіп отыр. Мына Сәуле құдашаларыңызды білесіздер, Сержан құдаларыңыздан кейінгі қыз. Енді мына жақта ең үлкен жеңгеміз біздің. Өткенде үлкен жеңгеміз барды ғой, үлкен үйдегі деген. Содан кейінгі жолы. Бұны мен арнайы таныстырғым келіп отыр. Жаңағы папамның, әкеміздің өзінен үлкен ағасының ең үлкен келіні. Аты Рыскүл. Содан кейін мені Мұқтар қазір кеп тұр. Мұқтар өткенде құдалыққа барды. Сержан құдаларыңыздың інісі осындағы. Содан кейін енді мені Қанат құдаларыңыз, ол жаңағы Талғат күйеу балаларыңыздың өзінен үлкен ағасы. Ал енді басқа келіндер, одан кейінгі жас балалар далада сондай қызметте жүр. Олар келгенде танысып жатасыздар. Мен Сержан құдаларыңыздың ең үлкен әпкесімін. Сол осылай біздің осындағы қазір барымыз осы кісілер енді. Тағы да қош келіпсіздер, қадамдарыңыз құтты болсын. Şayet kuya böyle tabii törden jogarda jaksa. O sayesinde ben sol yaktan da onun şekilde apar kuya böyle dedim. Çok özel değil bile. Yerip bey. Bunu şay kuyulup ne kança aynı özün bir jaksı bir müzik amelen tağda kudalarınızı karşı.
Қазір енді жаңа тойға кетті біразы. Оның орнын тағы да басы барып келіп, Нұржан ініміз келді. Жаңағы Кәрім қызмет етіп жатыр ғой, бағанадан бері Кәрімжанымыз. Кәрімжаннан үлкен Нұржан. Кәмерім баласы, үлкен ағасының баласы. Нұржан. Жұмыстан шығып қазір келді. Содан кейін Әлімжан. Бізде бәр жан. Әлімжан, қолын көтеріп қойшы. Әлімжан Сержанның жиені. Сәуленің үлкен баласы. Сәуле. Мен баласы. Әлімжан бойы ең үлкен болғанмен жасың кішкентай деп соңына қалыпты. Жиен. Бүгін енді осы Сержан бауырыммен Күлшахар келіндік өмір айтқан емеспін. Күлшахар келінім деп айтып қояйын енді. Біз келіндерді әке-шешеміз қызындай еркелетті, бізбен қатар жүргізді. Сондықтан оның ешқайсысына келін деген сөз айтқан емес. Сол дәстүрді жалғастырып, бұлар да ешқайсысы Ақжанға қазір келін деп атқан жоқ. Ақжан деп атасы да жүгіріп жүр, енесі де жүгіріп жүр. Кешке таман келсек, мен кеше кеп қалдым, себебі жаным тұнып жатамадым да. Сонан қарсы алып үйге келді ғой, сөйтсем Күлшахар сыбырлайды ғой. Әпше Ақжан тура апам сияқты дейді. Апасы мен мамам Ақгүл деген кісі. Соны айтады, қабағымыздан бағат дейді. Біздің анамыз өте жаңа Төлтей нағашымның бауыры ғой енді. Өте сезімтал кісі болатын. Жаны өте нәзік. Жаңағы әкеміз қаталдау болды. Соның қас-қабағына қарап, бізге де жаңағы әкең біліп қоймасын деген бір-ақ ауыз сөзбен тәрбие берді. Әкең біліп қоймасын деген сөзден өзіміз солай болдық. Сол Ақжан да сол үлкен енесіне тартыпты дейді. Сол сияқты біздің қас-қабағымызды бағып, жарты сөзден бәрін ұғады деді. Оған біз өте жаным темірді, қуандық. Ол үлкен ұлы енесіне тартатын болса, ол сондай ұлы ана болады деп мен сенемін. Жаңа Сәуле айтып кеткендей, ол Қызмұрат кету, сол Қызмұрат кету Ақжан өзінің нағыз еліне келді. Өсетін, өнетін, жаңағы айтып кеткендей, туын көтеретін, сол елдің осы белді бәйбішесі болатын деген сияқты. Биыл ол бала келін, келесі жыл Құдай қаласа ана келін болсын, содан кейін дана келін болсын деп біз тілейміз. Өйткені біздің жалпы Мәмбетал атамыздың балаларына өзіне түскен келіндердің барлығы да дана келін болды. Себебі ол әулет сол келінді тәрбиелей білді. Соның біреу осы Ақжан. Ұқсас, не дейді, өсер мал ұқсас келеді дейді ғой, түстес келеді дейді. Қазір қарап отырсақ, құдалармен біздің әулеттің балаларының аты тура қайталанып келіп жатыр. Бізде Сапар да бар, бізде Ержан да бар, бізде Байжан да бар, деп кете береміз ары қарай. Сондай барлығы аттарымызға дейін сәйкес келіп отыр. Құдай қосқан құда шығармыз соған қарағанда. Құдай қосады ғой құданы. Сондықтан сол Ақжан сіздерді ылғи бастарыңызды төрде болғанына жеткізсін. Өйткені Ақжан біздің ауылда қанша беделді болса, сіздер сонша беделді боласыздар. Сол Ақжанның үрметі үшін бүгін осының бәрі жасалып жатыр. Сол 2 жасқа бұл осының өзінде тәрбие деп біз ойлаймыз. Сол ылайым, солар сол осы қадір қасиетті, сіздердің де біздердің де қадір қасиетімізді білсін. Өздері де соны қайталайтын болсын. Өйткені біз әке-шешемізден көргенімізді, атамыздан, апамыздан көргенімізді қайталап жатырмыз. Сондықтан құдалық 1000 жылдық болсын. Айтып жатырмыз ғой, өткенде сіздерге барғанда да қан көтеріп қарсы алдыңыздар. Күйеу 100 жылдық болсын дегеніміз, Талғатымыз бен Ақжанымыз 100 жасасын дегеннен туады. Олар да ұрпақ өрбітсін. Біздің Мәмбетал атамыз бенен Теңгеш апамыздың басындағы бағын берсін. Солардай боп ұлғыз өсіп, солардай боп 100-ге жетіп, солардай боп дәулетті боп, солардай боп абыройлы болса, ол жаман емес. Сондықтан сіздерге рахмет.
Ақжандай қыз өсіріп бергендеріңізге, тәрбиелеп бергендеріңізге. Ақжанның Айжандай әпкесінің барына рахмет. Жас болса да көп нәрсеге бас бола білген. Әкесіне рахмет. Аузын ашса жүрегі көрінетін. Апаларына рахмет. Сол анасының жоқтығын білдірмей барлық жағдайды жасаған аталарына рахмет. Сондықтан бізде өзіміз шамамыз келгенше аялаймыз, жақсы көреміз. Бізде қыздың атын атамайды дейді ғой. Бізде барлығы менен кейін жаңағы Рыскүлден басқасын бәрі менен інілерім, бауырларым. Солардың келіншектері де барлығы мен атымды атайды. Оған өкпелемеймін. Кеше келсем Ақжан да Рахиматке деді. Оған ешқандай өкпем жоқ. Мен қуанам оған. Өйткені ұлы Абайды да келіндері де бәрі Абай аға деген екен ғой. Сол Абаймен жетпейміз ғой, бірақ сон мен өзім бір жақсылыққа жорыдым да. Сондықтан сол 1000 жылдыққа ұласатын Құда болайық. Аманшылық болсын. Ертеңгі тойды жақсы өткізейік. Келесі жыл басымыз дәл осылай ақар-шақар қосылатынға Құдай жеткізсін. Мен шілдехана тойға Құдай қаласа. Менің бауырым мен келінімнің етегі боққа болғанын жүргенін көрейік. Милары ашып, біреуін ертіп, біреуін жетектеп, сары думалақ, қара думалақ балаларды. Мына үйге де сыймай жатсын. Соны көргіміз келеді. Себебі осы әулеттің шаңырағы көбейсе, біздің де келіп түсер үйіміз көбейеді. Біздің шашбауымызды көтеретіндер көбейеді. Оған қыздар тек қана тілектес, ол да біздің апаларымыздан, аналарымыздан шыққан қасиет. Сондықтан сіздерге рахмет, құдалық құтты болсын, келген аяқтарыңыз құт болсын осы үйге. Үлкен рахмет. Өлең оқып бергім келді. Өйткені бүгін енді сондай күнді, мынау еңкейген кәрден самай енді кішкене не дейді? Иә. Енді ғана мұрт тебен деген балаға дейін қыздың алдынан өтпеген ер азамат жоқ. Сонда бірақ олар өмірін бірақ қызбен байланыстырады екен. Соған байланысты жазылған Ақұштап Бақтыгерееваның өлеңі бар. Сол сіздердің назарларыңызға. О жігіттер, қыздар кім, қызыл гүл дейсіңдер. Кеңеуін қыздардың бірақ білмейсіңдер. Дауылда жауында жол тауып келесің. Сыйлайсың көктемнің гүлінде, бір туған бауырдан қыздарды көресің тегінде. Жүрсең де жер көкті айналып, сыймай кең бөлмеге, бір қызға қаласың. Жіпсіз ақ байлан. Ол неге? Талғатқа қоятын сұрақ. Рахмет. Өмірдің шаңырақтың гүлі ол қыздар екен. Сондықтан да қыздарды інжу, маржан, алтын, күміс дегенмен қыздардың түбі асыл. Асылды тот баспай, жақсы әйелдер, жақсы қыздар келе жатыр десе, ер азамат орнынан тұрып, айнаға қарап, басындағы шашын тараған. Сіз әнмен арнайсыз. Құрметті құдалар, бұл ән Рахима Омыртқа қаңылдың келіні болады. Ал мен Омыртқаға күйеу болам. 87-ші жылы Қызылордада мұғалім, мектеп директоры оқушыларға мұғалімдер мен завуштардың курсында, 3 ай курсында сол жерде танысқанбыз. Бұл кісінің жұбайы Балабек менің жақсы көретін қайнағаларым береді. Институт оқып жүргенімізде бұл кісінің күйеуі Балабек, мүмкін осындағы бірінші хатшы істеген Жолдыбай деген Төлеев Жолдыбай. Үшеуміз көп тойларда, кештерде бірге болатынбыз. Сол жерде танысқан. Сондықтан осы әнді, бұл ән сөзі Мұхтар Шахановтікі, әні Шәмшіқалды Рахипке, осы Балабек қайнаға мен Рахиманың үйлену тойында арнап шығарған. Арайлым Ақкелес. Қабылдаңыздар. Таң аттан арла жарқын таң атталып жалыныдай, келестің суы толқындап жұртты жадырып сені жаныңдай. Арайлым саған, қарайлым саған, өзіңде ерке сезіммен. Таңырым едің, тағдырым едің, бір келін
бүгін өзіңмен. Төбеде құстар қағады қанат мерейлі көктемде. Жеңішім сонда қалады қарап, біз өзім бойлап кеткенде. Араймын саған, қараймын саған, өзіңдей ерке сезіммен. Таң нұрым едің, тағдырым едің, бір келем бүгін өзіңмен. Қол созып бірге арманға нұрлатқандық еркем біз. Жаңғыртып бүгін дала мен қырды, бақыттың жырын шертеміз. Араймын саған, қараймын саған, өзіңдей ерке сезіммен. Таң нұрым едің, тағдырым едің, бір келем бүгін өзіңмен. Араймын саған, қараймын саған, өзіңдей ерке сезіммен. Таң нұрым едің, тағдырым едің, бір келем бүгін өзіңмен, өзіңмен. Рахмет, Дуду қоса бала. Мына құрметті құдалар байқадыңдар, адамның жасы келгенмен даусы өзгермейді. Сондықтан да таң сәріден бұлбұл сайраса, қорғасын балқиды деп, сол жүрек деген әлі жастыққа балығады ғой. Сонымен аға, сізге бір сұрақ. Бірді бірге қосса не болады? Бірді бірге қосса не болады? Бірді қосқанда бұл өмірден бойдақтық жоғалады. Рахмет, дәл таптыңыздар. Міне Мұхтар Шахан ағамыз осылай айтқан. Мұхтар Шахан өлеңінде осылай сөздер кездеседі. Рахмет сізге. Ең чүп болсын ғой енді. Екеуіңіз қатар тұрып айтсаңыз, әпше. Мен даусым онша жоқ. Соқыз микрофон шығарады даусыңыздар. Мен осы жерде айтып кете салайын. Деген айтты ғой. Шынында да бұл ән, сол бізге арналған ән, ол енді кітаптарда жазылып жүр. Соны енді 87 жылы Қызылордаға барған кезде мен бұл кісіні танымаймын. Сосын қасымызда Махамбетов бар еді, екеуіміз. Бір күні Жүсіп. Жүсіп емес. Омыртқа кім? Мамыр. Жоқ, сіз Махамбетовпен айттыңыз ғой. Мамыр. Әйтеуір сол осы әнді мен естідім неден? Қызыл отаудан, неден? Содан кейін бұл әнді кім орындап отыр, бұны білмейді ғой ешкім деп барсам, осы кісілер екен дайындалып отқан. Бірінші танысу кеші болды, сол кезде жаңағы осы әннің кейіпкер осында отыр деп, мен ойладым, мен кім біреуді шығарады ғой деп. Содан екеуі кетті, қолымнан ұстап ортаға шығарып осы әнді орындап. Содан бір керемет әсері болды шынында да. Өйткені ол анау осы келестің бойында болған той болғандықтан келес бар ішінде сондай арналған ән болатын. Жігіттер квартеті орындап жүр, оған клип түсірілді, көрдіңіздер өздеріңіз. Сонымен ол кейін таралып кетті жақсы. Сол әнге қанша жыл болды? Оны жаңа қыздың жасын сұрамайды дегенде ол секрет қала берсін. Бір көктем ғой бұл, бір көктем ғой. Рахмет. Ал, жұп болсын.